Сәлем балақай. Каналда көргеніме өте қуаныштымын. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа. Бүгін біздерде әліппе сабағынан Т дыбысы және әріпімен танысатын боламыз. Т дыбысының жазылуы, айтылуы, дауысты және дауыссыз екендігін ажыратамыз. Қане сабағымызды бастайық. Ең алдымен сурет бойынша жұмыс жасаймыз. Кәне суретке назар аударайық. Суреттегі үлкен кісі кім? Ол ата. Ол не істеді? Ол баланы атқа отырғызды. Бала атаға кім болып келеді? Бала атаның немересі. Қане енді осы сөйлемдер арқылы мәтін құрастырайық. Бұл ата, ол баланы атқа отырғызды. Бала атаның немересі. 3 сөйлемнен тұратын мәтін құрастырдық. Енді осының ішіндегі ол баланы атқа отырғызды деген сөйлемді алып көрейік. Ол баланы атқа отырғызды. Сөйлемнің ішінде 4 сөз бар екен. Енді осының ішіндегі ат деген сөзді алайықшы. Ат. Т дыбысы дауыссыз дыбыс екен. Т дыбысының жазылуы баспа түрінде және дәптерде біздер Т дыбысын осылай салады екенбіз. Келесі балақай, біздер қазір ат деген кезде құлағымызбен естіп отырмыз, солай ма? Және аузымызбен айтып отырмыз. Яғни біздер дыбысты құлақпен естиміз және айтамыз, ал әріпті көзбен көреміз. Біздер бұны көзбен көріп отырмыз және оны қолменен жазамыз екен. Келесі тапсырма. Буындап оқуға арналған. Кәне бірге оқиық. Ата. От. Ота. Отар. Астындағы суретті қараймыз. Бұл жерде атасы және немерелер берілген. Олар ағып жатырған судан өтпекші. Тастан ата. Ата. Келесі, бұл жердегі сурет жазық далада. Бұл тастан, яғни қой бағып жүр. Бұл қойды, бір үйір қойды біздер отар деп айтамыз, я? Анау отар. Бұны айтып жатыр. Қойлардың айтып жатыр. Тастан отар арала. Келесі тапсырма. Т дыбысының дауыссыз дыбыс екендігін білдік. Бұл жерде сызба берілген. Бұл сызбаға қайсы сурет сәйкес келеді анықтап көрейік. Бұл жердегі бірінші тұрған бота. Буынға бөлейік. Бота. 2 буыннан тұр. Ал бұл жердегі біздің сөзіміз бір ғана буын. Кәне, құрт. 1 буын. Құрт деген сөздің ішінде бір дауысты дыбыс бар. Қырыты. Бұлар дауыссыз дыбыстар. Келесі түйе. Түйе деген сөз буынға бөліп көрейік. Түйе. 2 буыннан тұрады. Бота және түйе деген сөздер сәйкес келмейді. Бұл сызбаға құрт деген сөз сәйкес келеді. Ал енді балақай, Т дыбысы және әріпі сөздің басында түйе деген сөзде және ортасында бота деген сөзді мысал ретінде алсақ болады. Және соңында кездеседі құрт. Есіңде сақта. Т дыбысы және әріпі сөздің басында, ортасында және соңында кездеседі. Келесі сабақта кездескенше.